Ақпандағы айтыста Бекарыспен айтысқан Оразалы Досбосынов жеңіліп қалды. Сіздер осында қауырт шаруамен жүреміз, мына жақта кейде бір сөзін естіп, бір сөзін естімей қаламыз. Үйге барып магнитофоннан тыңдап көрсем, Оразалының сөздерінің ішінде мынандай шумақтар бар екен. Бос сөзге бой алдырып, бұрмаланбай, құнды ойды жіпке тізейік, қылғаламдай, құлақтардың құрышын қандырайық, ақанның құлагері тулағандай, шауып түсер сөз айтқын шаман келсе, шалғысын шалдың өзі шыңдағандай, баладайым балбырап отырсын ғой, шыға тілі жаңа кеп ширағандай. Тамсандыршы сен енді тыңдаушыны, Мекеде Мұхаммедті тыңдағандай, қара сөзден сарымай ағызайық, сынапты сыпырыныдан жинағандай. Мұндай сөз айта білген бала анық ақын ғой деп, осы ағаларыма біраз қолқа салып, Оразалыны бүгін бәйгеге қосып жібермек, көрдіңіз, жақырап шығып, айтыстың мерейін көтеріп тастады. Болашақ жастардікі екен осы. Қазір ортаға Оразалы қайта шақырылады. Оразалы Досбосынов, Баянғали Әлімжанов. Бұл әлі іріктеу екенін ұмытпаңыздар. Өскен сермеп аяулы алталаштың ұл мен қызын өсірген ойға бөліп әнмен тербеп ғаламда мың ғажайып болса дағы ішінде Алматымның орны бөлек бас иіп сәлем бердім Алматыға айтыста бір жаңаша салған өрнегі. Айтыс шипа болмақ жарамызға, бірдеме қонсағаны санамызға, жүрмейік араздасып оразының, бір бәйгі түсті екен деп арамызға. Өткізген осынша айтыс, қосымша айтыс, рахмет ақын жүрсін ағамызға. Тамаша болар еді үкіметте қосымша пенсия мен айлық беріп, қосымша жұмыс ашса даламызда. Айналайын Оразым іліп алып бұл сөзді, жалғай берші тақылдап, отырайын мақұлдап. Атамыз Абай айтқандай, замана мен өнерді бір толқын алмастырып отырмақ. Беу ағайым бүгінгі байқап отыз айтыста, балдарменен айтысқан үлкендердің барлығы құлап жатыр топырлап. Өктемдік қып бұл жерде жолын кесіп алдым ба, Ораздайым баламның қандай мұрат табармын. Байқап тұрмын мен дағы қатарымның қасына, бұйырса бүгін барармын. Өнеріңмен сені ұстаң, разы болып Ораздан, қолым жолың болсын деп саған, қолымды бұлғап артыңда батамды беріп қалармын. Заманы болып тұрған залым қазақ, ешкіде еміс-еміс еркелейміз, әр елдің бағындағы талын ғажап. Біреудің мал аулаға түсіп кетсе, қуып жүріп өлтіреміз айыр қадап. Анда-санда бүйрегі бүлк етпесе, әй біздің осы қазақ бауырмалақ.
тұрғанда төбемізден тәңір қарап, ағаға танытайын тәуір қабақ. Інілік ізет қылдым аға десіп, қасқыр алған қыранем далада өсіп. Анда-санда кетпесе тісім батып, жүргем жоқ ағаларға жаза кесіп. Сөздеріме өкпелеп қап жүрмеңіз, келінін жақтырмайтын қайнағадай, ас піскенде жүретін намаз оқып. Ағалар бүгін маған шығып жатыр, әйтеуір бағы басым бала десіп. Баяндайын ағамыз байқап көрсем, өсірген қырансынды таза бесік. Сарқырама сәуірдек ағын құқсап, тағыдай жүрсіз елдің тауындықтап. Іні сөзі жандырса жалын құқсап, ағасы сәлшідасы шайың дұрттап. Бүгін өңкөй ағамен айтыстым ғой, асау мінген баладай ауыздықтап. Өлең жүр кернеп тұрса көмейіңді, біраз мен сөз асылын терейін бе. Басылсын алаңыңда елеңіңде, ағасы сізге кезек берейін бе. Бауырмал деп отырсын біздің қазақ, Ораздан айтқан сөзің қандай ғажап. Құдайым бауырмалдықтан айырмасын, кетпейік басқа жұртқа болып азаға. Атамның атын қойған дос болсын деп, ұрпағым алталашпен дос болсын деп. Бағаңды көтергелі мен де отырмын, бағасы ініміздің бес болсын деп. Мен сені сірә жаяу жүргізбеймін, және де жаманға бақ білгізбеймін. Төбеме хан көтеріп алам сені, бірақ та мойыныма мінгізбеймін. Көрсетіп жұртқа жарқын ісімізді, ағайын тазартайық ішімізді. Аңқылдап жолығайық айтыстарда, бұзбайық бұл жалғанда түсімізді. Аялап алақанға мен салайын, ағаңа көрсет бөгіт түсіңізді. Айналайын ораждап, мен өзіңді мақтадым. Жақсы жігітті арқасында өнердің, қазақ пенен қырғыздың ортасында тапқан. Түс көрсетіп ағаңа бірақ береке таппайсың, сенен де зор азудың мен талайын қаққаным. Ораждан сұрар болсаң жөнді сұра, арқала Көкшетауда ең жөлі белді сұра. Ауылдың ортасынан кеп отырмын, қиналған ауылдағы елді сұрай. Ораждан бөтен емес біздің бауыр, өлеңі айтып тұрған бәрі тәуір. Біздің елдің жағдайы қиын боп тұр, қалай боп тұр Ораждан сіздің ауыл. Мақтап кеп қандай жолға баста қалтыр. Ас баса қалсам алат деп шағып бүгін, аузын шабытымның ашпа қалтыр. Жау жағадан алғанда намаз бұзбас,
өлмеуге молда қалай амал қылмас. Ол рас жасыңыз үлкен ақ екенің, бірақта дегенде бар заман құрдас. Қазақтың қазанындай қасиетің бар. Бұл сөзімді ағасы жаман бұрмас. Қолынан қасық ұстау келген бала қалайша отыра қап қазан қырмас. Тасқамалдай бекініп ағаң келсе, қалайша сенгенінің қамал бұзбас. Айтыскер ақындарша айтысайық, бұл үнің қамал бұзса жаман бұзбас. Жайнап тұр мен білемін жерім анық, ағаға бере тұғын төрім анық. Ал енді айт десеңіз мен айтайын, құндылы біраз ойды төгіп алып, елді қосам қатарға дек беледі. Заманбек ағам тізгінді қолын алып, сенімменен қараған елім дерен, заманына сай туған деді халық. Заманбек әкім болғанда ел қуанды, жаңғыз ұлы жатқандай келін алып. Бір жүйрік бергенсінді бізге құдай, бәйгеге қосыңдар деп терін алып. Атақ үшін емес алаш үшін, айтылған болсын аға сөзім анық. Ел мұңын мен жер мұңын тең көтеріп, ашарсың бұлақтардың көзін тауып. Отырсыз аға маған замандайт деп, ініміз заман жайлы хабарлайт деп. Тұрамын қалай бүгін заманды айтпай, отырам сақынадан қалай қайтпай. Әр сөзді нықпасайын осы жерде, елге ырыс болатын ораз айттай. Мынау заман қай заман, ала озған құладан, ақша деп ауыз ашқан ұл, ұшқан кезде ұядан, қыраның шалмас қиядан. Сұлуларың сыланған, сиырын сатып сырғалған. Тышқан қазған ұраға бұқа келіп құлаған. Бәрі де орнын табады, отырса қалқым дін аман. Ағасы саған бердім кезекті, іздегенге сұраған. Байқаймын бұл үнімде амал көпті, демеймін бірақ сөзі жаман болыпты. Ауылдың қиын халін жырла дебім, мадақтап кеттің әкім Заманбекті. Ай, өлеңін әкім күнім арнатқандай, қиялап көкке оны самғатқандай. Сөзіңнен түсінгенім сіздің жақта, Заманбек жерге жұмақ орнатқандай. Үнімнің жырық елге ұнайтығын, ақын ғой таң атқанша жырлайтығын. Сенің атаң Сүйінбай жамбыл еді, әкімдерді мақтамай сынайтығын. Айналайына Оразжан сөз арнасын тауып айт, жаңбырдай бұл жауып айт, айтатығын сөзіңді және елге анық айт. Билігі бар қолында бастықтарға інім ал, жалтақтамай жалғанда, шындықты елдің алдында қарағылдай жарып айт. Қазақтың осы күні көңілі жарым, нарық жұтты қолында барлық малын. Көңілі көкте жүрген көпті көйлер, халықтың білем екен шындық қалын. Қай әкім
осы күнде тыңдап жатыр, зарлаған ауыл кемпір шалдың мұң мен зарын. Халықтың шын жағдайын білмей жатып, бұл күнде ақынның бар, әкімнің бар, сөйлегенде күмпілдейміз секілді үрген қарына. Ауылдағы халықтың кітапхана құлыбы барлығы бірдей жабылды, тыныс әбден тарылды. Кітапхана жабылса, газет журнал бармаса, ауылдағы жас ұрпақ мәңгүрт болмай не болды? Азаматтары қазақтың ауылды мұнша сорлатып, сендерге сонша не болды? Қағынып бара жатқан заман мына, батады ауық-ауық дала мұңға. Жарқырап жүрген жәлгі көп бастықтар ауылды қамап қойдау қараңғыға. Бұл сөзді айтпаймын, сөзді бәйге алайын деп, інім сені аяқтан шалайын деп. Әйтеуір осындайда бір сөйлеймін, ауылдың осы күнгі ауыр халін бастықтардың құлағына салайын деп. Байқаймын, сізбен құрдас бола алмасын, бірақ та деймін тәуір замандасым. Айыным сенен бүгін озып кетіп, сірада мен абырой таба алмаспын. Айтарың болса ғане ары қарай жалғай бер ораз інім сөз арнасында. Оу, жалт беріп мынау ағам бұрылар ма? Жақ болып отырғам жоқ ұрыларға. Қазақ деген ел ежелден ел емес пе, өрге баспас сүйремелсе ұлын алға. Мен ғана емес ол жағын ел жақтайды, отырған бүгін мынау ұлы залда. Сүйінбайдай айтарым, түйреп жақпайтын адам болса тірі жанға. Заманның ашылмай тұр, түңлігі кең, бәрі болар Алланың бұйрығымен. Болмаса әкімдердің билігімен. Біздің қазақ әрқашан алға шығар, ақадал еңбегімен, тірлігімен. Саудасы сарттан асты, бұл қазақтың қазақтағы танылды бір қырымен. Тараздың үйреткені алдау арбау, таразы тиын таппас шындығымен. Бұл күннің баласы түгіл балық ұғу, қармақ салсан қозғайды құйрығымен. Ауағасы оң жағыңнан күн шықты ма, жоқ әлде кеп қалды ма қырсық құда. Социализм улаған санамызды енді кеп саясатпен тұншықтырма. Апам үйді зар мұңын әнге қосып, дөңгелентіп тастаушы еді ұршықты да. Әже жырын естіп өскен абай құсап елімді шоқытпаймын тұмсықтыға. Дұрыс қой ол жайында күйген артық, тауда да үзілмеген түймем артық. Естігеннен көргенін кім айтпайды, одан да көкірекке түйген артық. Жоқшылық пен тапшылықты көзбен көрген апам да жақсы айтушы еді үйде жатып. Сондықтан қайта-қайта айғайлаймыз, халықтың санасына сіңген артық.
Ағасы заманда айтпадың деп ашуландың, қызыңды әкеткендей күймек артып. Айт десең енді айтайын, біреуге найзасы бар, біреуге пайдасы бар. Әр заманның өзінің арнасы бар. Түлкіде бір күн кеп түсер қақпаның ақ, қазы болам деп қазақ қайда сығар. Ал енді арлы берлі мен жырлайын, бар болса сөзімізде пайдасы бар. Ел мен жерім бүгінгі аман болса, алынған шашпасыңа қайта шығар. Елді жеген есерлер қойсын енді, астында жорғасы бар, волгасы бар. Бақыт деген білгенге жолаушы емес, талтайып қол көтеріп жолда тұрар. Сол үшін де ел іші бірлікті бол, қаламы мен найзасы, қауғасы бар айлы. Көп сөзді атам қазақ көбіктеген, аз сөзді алтыным деп дәріптеген. Осымен түйе қойсақ жөн болмай ма? Көп ойды әзілменен әдіптеген. Рахмет Ораз сендей інімізге, түйінді үлкен ойға алып келген. Ораздың сөзін халық құптасын де, іргесін қазақ елі мақтасын де. Аяғын тай-тай басқан барысыңды, аю талап айдаһар жұтпасын да, сөйлей берсем менің де бүлкілдейді көмейім. Талай-талай айтыста асырып халқымның абыроймен берейін. Баламдай ғана баласың, опырып саған айтам деп, қопарып саған айтам деп. Береке табамын разылықпен, одан да жолымды саған берейін, батамды саған берейін. Қазақпен бірге қазағым, өсіп өніп барыс болсын, барысшылы халқыма табыс болсын. Бәйгүшін араздаспай ақындары, өнерді адал таза жарыс болсын. Қазақ елі өркендеп өсе беріп, пәле жала халқымнан алыс болсын. Ағайын тойларыңыз тарқамасын, Құдай бізді аман сау табыстырсын.